дейді екенсіз, Османның чәшке залалсыз мынау 45-тен қимылғып беріп жатырмын. 1 килоға жоқ жығады, қыздар. Мынау 35, мынау 45, екеуі де Османыкі жасыл өнім. Чәшіңізді қуаттайды, азықтандырады, түскенді тоқтатады. Мына дайымды қаншадан қимылғып, қимылғып берсем болады қалқым. Мына екі реңе қаншадан қимылғып берем айтыңыздаршы. Жақсы көрген әпекесіңіздерге өз сұраған бағаларыңызда берем, бағасын айтпаймын. Өйткені мына дайылар сәл қымбатырақ шығады міне. Оның үстінде düz bir әсет чүн яңмау. Мына ішімдегі гансыр 99-қа жүң жібек кәріс. Өніңгі мына киіп алған мауқымды тағы айтайын, мауқы емес, қалқым яңмау сым 45-тен беріп жатыр ме? Мына рең, міне реңі. Мына яңмау сым мыналар мынандай кісіне. Қалың! Қыстың күні 40 мауқуды қабаттап киіп бәдәдәт демейсіз, бір тал кусардың сыртынан кие бересіз, қалқым. Міне, тайшыңы 80 кіліге шейін, 90 кіліге шейін, көзі бадырайған, қанның салақтағандар, кесеңіздер бола береді міне. Көрдіңіздер ма? Бас бетте менің ұнқат нөмірім бар, қосып алуды ұмытпаңыздар, мына дайылар осындай керемет міне. Әрқандай адам, әрқандай чаңқыға киіп баратын болсаңыздар, міне, көрдіңіздер ма? Өнен және сіздерге айтатыным, киім кигеніңге мына жазычы тік болсын. Ешқандай жүрген қадамыңыздан сізде бір қиыншылыққа мойымайтын қайсарлық, батырлық басқан қадамнан адам шығу керек. Қадамды ләйленшеп өстіп алды ма болды, ісі бітті, өмір жұмыс бітірмейді. Қадам дегенді былай жүресіз, тарс кеудені былай көтеріп. Жол жүрген жүрісінен сол адамның қандай адамдық шығып тұрасың сенесіздер ме? Мына алдамшы, казап, қоймышылардың бәрі әдетте ләйлаңшып жүреді елдің алдына түсіп ап. Соңыздар ма? Жүрген жүріс басқан қадамнан тартып, адамның орнықты болады екен, сол адамды орнықты деңіз. Сөз сөйлегенде көзіңізге қарап сөйлей алмаған адам, және өтірікші адам. Соған мына киген, киіп жүрген тұрыс сөйлеген сөздің өзі, мынандай біз сияқты адамдар бір қарап бақылап біле аламыз. Тұңыздар ма? Соған әрбір нәрседе біреуге сену үшін соның қалған қадамына ләйленшіп алама, қадамды жоқ, тез дік басама, зіл қадаммен. Одан кейін мына жерге қарап сөйлей ме, көзіңіздің ішіне қарап сөйлей ме? Осыған қараңыздар. Бұл деген психика. Мисалан, біз даши оқыдық пәлен жыл, психиканы жақсы оқыдық, оқытушылық қылдық пәлен жыл. Адам күзетуге адам майыр болып кетеді екен. Әсілінде мен адам күзетіп, талай әңгіме айтсам, мен атақты адамында, оған менде мінезім шортта, бір адамның бір жұмыс істеу соның мінезімен қатысты ғой. Менің мінезім ол әлгі елге көп сөйлеуге келмейді ғой. Мен әлгі сіздерге де дуында әзір кешірім сұрақ қойыншы. Тез жауап беріңіздер деп ішінде айтам ғой, әлгі мыжығанға келмеймін, роман айтпаңыздар. Ваш тез сөйлеймін. Неге десеңіз, мыншылық адам. Мен мыншылықтан бір адам сөйлеп салса, қай уақытта жауап беріп боламын. Жарым түн болып кетеді ғой. Соған мына сөзді сөйлегенде қысқа тік болатын жеріне сөйлеңіздер, мен соны жақсы көремін. Атам сияқты сүйікті адамдар киетін